қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы, поэзияның хас шебері Ілияс Жансүгіров. Оның шығармалары қазақ халқының өмірі мен мәдениетін бейнелейтін көркем дүниелер. Ол табиғатты, еркіндікті, адалдық пен әділетсіздік арасындағы күресті шебер суреттеді. Соның ішінде Құлагер поэмасы қазақ әдебиетінің інжу маржаны. Ақан сері елге белгілі әнші, ақын әрі серілік дәстүрдің жалғастырушысы. Оның сенімді серігі, жанына жақын қазынасы Құлагер. Бірақ бұл жүйріктің өмірі қайғылы аяқталды. Құлагер қазақ даласындағы ең жүйрік тұлпар. Оның тұяғы тиген жерден шаң көтеріліп, бәйгеде алдына жан салмайтын. Ақан сері оны жанындай жақсы көрді. Өйткені Құлагер еркіндіктің, сұлулықтың, серіліктің символы еді. Бірақ осы жүйріктің атағы бір адамның көңіліне жақпады. Ол Батыраш бай. Өзін ең мықты деп санайтын Батыраш Құлагердің даңқына шыдай алмады. Оның өз жылқысы да бәйгеге қосылған. Бірақ Құлагер тұрғанда жеңістен дәмелі емес еді. Қызғаныштан уланған Батыраш жамандық ойлап, қастандық жасауға бел болды. Ол Құлагердің бәйгеде алдына түспеуі үшін жендеттерін жұмсап, тұлпардың жанына қазық қағып қойды. Құлагер шеттеп келе жатып, сол қазыққа сүрініп мерт болды. Дала бір сәтке тына қалды. Тұлпардың дүбірі өшті. Ақан сері Құлагердің өлі денесін құшақтап, қайғыдан қан жұтады. Оның жан айқайы бүкіл даланы күңірентті. Бұл тек бір жылқының емес, әділетсіздікке қарсы күрескен рухтың жеңілісі еді. Өтті күн, қалды ағашта бас қуарып, қартайды сері сақал шаш қуарып. Серіксіз, елсіз, малсыз ен тауында өткізді өмірін ол басқа уанып.